Apalar. Apamlarını görüp yaşıp kettim. Sizlerle görüp biraz toplumda ama apamda testler gittim. Bir keçimiz var. Evgiyle var. Ayrıca sizlerle kültürelde çıkan жаңағы ролик шықты ғой, мэр 8 мартада ұсыныс қылып салып тұрдымшы. Сіздерді малайнады көтеріп қойдым деп өзім тоқымнан кеттім. Құрметті апалар, құрметті эже қарындаштар, мен сіздерде бүгінгі 8 март аялдардың ел аралық майрам күні менен құрметті президентіміз Садыр Нұрғожаевич атынан, құрметті генералыбыз Қамшыбек Кырышбаевич атынан, ошондой эле Ош мэриясынын атынан, өзүмдүн атымдан, жеке үй-бүлөм атынан сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Құрметті апалар, құрметті эже қарындаштар, мен доклад окуп эле чын жүрөгүмдөн болгон каалоомду айтып коеюн деп чечтим. Аял киши бул үйдүн куту. Құрметті мырзаларга кайрылгым келет. Кимдин атасы болсо, энеси болсо, бүгүн сыйлап калгыла, құрметті мырзалар. Эртең издеп таппайсыңар. Құрметті апалар, сіздерге дүйнөдө кандай жакшы күндөр болсо, кандай жакшылыктар болсо, мен сиздерге каалайм. Билем, құрметті апалар, ушул бизди түрүп, чоңойтуп өстүрдүңүздөр, бирок биз ушу сиздердин бир толгоңордун дагы эмес актабайбыз. Билем, бирок жұмышты тұрмыш тірекшілік деген бар. Ошон үчүн барлық тұрмыш тірекшілікті таштап, ертең белектерді алып, керек болса бүгүн кечинде жолго чыгып, барабаңарды, эже карындаштарыңарды барып белек-белекчек берип, куттуктап келгиле. Барлығыбыз эже карындашыбыз бар, барлығыбыздын кызыбыз бар. Мынакей мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу мырзалар. Kız kişi tökünü sözsüz kütür. Sözsüz kütür. Bir buket gül de alıp, bir tatmakay bilek de alıp tutup gelmezler. Hürmetli apalar, hürmetli ece karındaşlar, daha bir yolu sizlerden kirip kele жатқан 8 mart ayaldardын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм, кажыбас кайрат каалайм. Берем түйшүк көп, кызматта иштеген эже карындаштарыбыз, апаларыбыз бар. Турмуш тиричилик, күндүзү жумушта, кечинде үй тиричилиги баарын билебиз. Бирок ошо карабастан биз менен тең тейлашып иштеп келатсыздар. Сиздерге ишиңизге ийгилик каалайм. Darı bir yolu bayramımızlar kutlu olsun. Çok rahmet.